Маңғыстау облысында туберкулез ауруына қатысты эпидемиологиялық ахуалда оң динамика байқалады. Биыл өңірде туберкулезбен сырқаттану көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда төмендеген. Бұл ауруды ерте анықтау, науқастарды уақытылы емдеуге бағытталған шаралар мен білікті мамандар жұмысының нәтижесі. Соңғы 10 жылдың ішінде біздің облыста едәуір қарқынды түрде жылма-жыл азайып келе жатыр. Өткен жылы ол 100 койкеге жұмыс жасағанбыз, биылғы жылы 70 койкеге дейін азайттық. Бүгінгі күнде 45 ауру жатыр ауруханада. 10 жыл бұрын біздің туберкулездің таралу көрсеткіші 100 мың халыққа шаққанда 149-6 болатын болса, өткен жылдың қорытындысымен 42-де 5, яғни 3,5 есе төмендеді. Туберкулезден балалар ауруы арасындағы көрсеткіш өткен жылы 10 жыл бұрын 15-те 2 болатын болса, өткен жылы 13-ке дейін, яғни 14%-ға төмендеді. Өлім жітім көрсеткіші бұдан 10 жыл бұрын 5-те 4 болатын болса, өткен жылы 1-де 5-ке дейін, яғни 3-те 6%-ға төмендеп тұр, есе төмендеген. Маңғыстау облыстық фтизиопульмонология орталығына 2024 жылы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мекеме ұлттық аккредиттеуден 100%-ық нәтижемен сәтті өтті. Орталық науқастарға қажетті барлық заманауи құрал жабдықтармен қамтылған. Мұнда санитарлық талаптар қатаң сақталады. Мамандар лас аймақтан таза аймаққа ауысар алдында бір реттік киімдерін шешіп, қолдарын антисептикпен өңдейді. Біз қазір осы облыстық фтизиопульмонология орталығының қабылдау және диагностикалау бөлімшесінде тұрмыз. Бұл жерге жоспарлы және шұғыл түрде науқастар келіп түседі. Жоспарлы және шұғыл түрде түскен науқастардың жай-күйін арнайы триаж бойынша дәрігер бағалап қабылдайды. Жоспарлы түскен науқастардың диагностикалық ақпараттары дайын күйде келгендіктен көп уақыт алмай бөлімшеге өзінің бөлек аймағы арқылы көтереді науқасты. Ал шұғыл түрде келіп түскен науқастарды уақытша оқшаулау бөлмесіне жатқызып, қақырық сынамасын алып, сынаманың нәтижесі дайын болғанша осы жерде бақылауда болады. Жоспарлы және шұғыл түскен науқастарды ЭКГ, УЗИ кабинеттері бар тексеретін, осы жерде тағы да тексеріледі. Туберкулезді диагностикалауда заманауи зертханаларда негізгі 3 аппарат қолданылады. Олардың жұмыс принциптері мен нәтиже шығару мерзімдері әртүрлі. Мәселен, бактек аппараты. Ол бактерияны арнайы сұйық ортада өсіріп анықтайды. Мерзімі ұзағырақ болғанымен нәтижесі өте дәл болып саналады. Біздің лаборатория облыстық деңгейдегі туберкулезге қарсы диспансердің лабораториясы. Бүкіл облыстың анализдерін қарап тексереміз, микроскопияның бүкілін тексереміз, және тағы да бізде экспресс методтар бар, G-Expert, Hain, сосын пассив деген ол бактек аппаратына қоямыз, 14-21 күнде дайын болады. Немесе отрицательный болса, положительный 14-21 күнде тез дайын болады, отрицательный ол 42 күнде дайын болады. Сосын тағы да плотные среды деп айтамыз, Левинштейн енсіні, ол 2 айда, сондай 2 түр бар. Маңғыстау облысында ауру көрсеткіші жыл санап азаюына байланысты өңірде арнайы мамандандырылған бір ғана ортақ аурухана жұмыс істейді. Сонымен қатар мониторинг және бақылау тобы әрбір ауданға барып, туберкулездің алдын алу және емдеу мәселелерін жіті бақылауда ұстап отырады. Мониторинг және бақылау тобы бізде құрамы арнайы босатылған мамандар бар, яғни бөлім жетекшісі, клиника бойынша үйлестіруші, туберкулез анықтау және диагностикалау бойынша үйлестіруші, лабораториялар бойынша үйлестіруші, инфекциялық бақылау, сонымен қатар қосымша мамандар қарастырылған. Бізде бөлім меңгерушісі, балалар және жасөспірімдер бойынша бөлім меңгерушісі бізде қосымша маман ретінде көмектеседі. Біздің негізгі мақсатымыз шалғай елді аудандарға, қаладағы орналасқан медициналық ұйымдардың жұмыстарын зерделеп, ондағы көрсеткіштер бойынша деректерді талдаймыз, және де туберкулезге қарсы іс-шараларды бағалаймыз. Сонымен қатар анықталған кемшіліктер бойынша ұсыныстар әзірлейміз, көмектесеміз. Мамандардың айтуынша туберкулездің алдын алуда ауруды ерте анықтаудың маңызы зор. Ақ халаттылар тұрғындарды профилактикалық тексерулерден уақытылы өтуге және өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға шақырады.